Кішкентай кезінде әр бала супер қаһармандар, сондағы супергерой дейді ғой, туралы армандаған шығар. Сол емес қой. Олар әрдайым әлемді құтқарып, қиындықтарды жеңіп шығады. Бірақ сіз ешқашан өз өміріңіздегі ең қолжетімді супер қаһарман туралы ойладыңыз ба? Ол сіздің үйіңізде бар, достар. Әр күні жаныңызда. Ол жай ғана су. Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар, сіздермен бірге тағы да біздің арна. Бүгін біз сіздерге ерекше бір тақырып дайындадық. Бұл жаңа айта кеткенде супер қаһарман су. Иә, дұрыс естідіңіз. Бүгін біз сіздермен судың адам денсаулығына қалай әсер ететінін, оны дұрыс ішудің артықшылықтарын және бірнеше қарапайым әдеттер сіздің өміріңізді қалай өзгерте алатынын талқылаймыз. Бұл қарапайым, бірақ өміршең тақырып. Біздің денеміз қандай керемет жаратылыс. Бірақ оның басты құпиясы неде екенін білесіз бе? Адам денесінің шамамен 60-70% судан тұрады. Миымыздың 75%, бұлшықеттердің 70%, тіпті сүйектеріміздің 30% судан құралған. Су біздің денемізді жұмыс істететін отын. Мінекей, бір күні бір досым туралы оқиға еске түседі. Ол ұзақ уақыт бойы шаршаумен бас ауруынан зардап шегетін. Ол дәрігерге барғанда, дәрігер оған сен жай ғана аз су ішесің деп айтты. Ол таңғалды әрине. Шынымен ақ, күнде 1-2 стакан судан артық ішпейтін. Кейін досым суды көп ішуді бастады. Бір апта өтпей ақ, өзің әлде қайда сергек сезінді. Бас ауруы да жоқ болды. Көбіміз таңертең кофе немесе шай ішуді арқылы оянамыз, сол емес пе? Бірақ білесіз бе, судың өзі нағыз табиғи энергия көзі. Таңертең 1 стакан жылы су ішсеңіз ғой, ағзаңыз іске қосылады. Бұл табиғи детокс. Су денедегі токсиндерді сыртқа шығарып, ішкі ағзаларды тазартады, достар. Бірнеше зерттеу нәтижесінде тоқталайық. 2012 жылы жүргізілген зерттеу көрсеткендей, су жеткіліксіз ішкен адамдардың жұмысқа қабілеті төмендеп, көңіл күйі түсіп, тез шаршайтыны анықталған. Сіз де мұндай сезімдерді байқадыңыз ба өзіңізде? Мүмкін бұл судың жетіспеушілігінен шығар. Ол жай ойлап көрген жоқсыз ба? Құрметті достар, тыңдармандар, біз бәріміз әдемі көрінгіміз келеді, сол емес пе? Теріңіздің жарқырағанын, шашыңыздың сау болғанын қалайсыз ба? Ендеше су ішуді ұмытпаңыз. Бір мысал келтірейін. Танымал модельдердің бірі сұхбатында былай деген: менің терімнің құпиясы күніне 3 литр су ішемін дейді. Шынында да су теріні ылғаландырады, әжімдердің алдын алады. Ендеше косметика көп ақша жұмсағанша қарапайым судан бастайық, достар. Ал енді суды қалай дұрыс ішу керек екенін талқылайық, достар, сіздермен бірге. Таңертең біріншіден 1 стакан су ішуді ұмытпаңыз. Бұл сіздің ағзаңызды оятуға көмектеседі. Екіншіден, тамақтан 30 минут бұрын су ішіңіз. Тамақ уақытында емес. Мінекей, достар, маңызды кеңестердің бірі. Тамақтан бұрын 30 минут. Бұл ас қорытуды жақсартады. Тамақтан кейін бірден ішпеңіз суды. Ағзаға азықты қорытуға мүмкіндік беріңіз. Кейін мөлшері бір 40 минут, болмаса 1 сағаттан кейін ғана ішіңіз. Төртіншіден, күні бойы аз-аздан суды ішіңіз. Бірден көп мөлшерде ішудің қажеті жоқ. Көп адамдар бүгін су пайдалы екен дейді, 4-5 литрді қинап тұрып ішеді. Кейін өздерін нашар сезіне бастайды. Әрине, артықшылыққа кетіп қалу қажеті жоқ, достар. Сондықтан маңызды кеңес, достар, уақытылы, аз-аздап. Бүгін 21 ғасырдамыз, әрқайсымыздың қолымызда ұялы телефон бар, сол емес пе? iOS болсын, енді iPhone, сондағы Android болсын. Әрине, приложенияларды тартып алуға мүмкіншілік бар. Бүгін суды уақытылы ішетін, естелік қоятын арнайы приложениялар бар. Қай уақытта қанша мөлшер су ішкеніңізді қалайсыз. Соны күні бойы тізімге қойып қойсаңыз, сіздерге естелік салып, сіз су ішуге мүмкіншілігіңіз болып, ол жайлы ұмытпайсыз. Мен әрдайым мысалдар келтірген кезде әрине өмірден алынған мысал, енді оқиғаларды қолданғанда ұнатамын. Сонымен өмірден алынған тағы бір оқиға. Бір күні менің танысым жұмыс істейтін кеңседе қызық жағдай болды. Олар барлық қызметкерлерге гидратация челленджін бастады. Шарты қарапайым, әркім күніне кем дегенде 2 литр су ішу керек екен. Бір аптадан кейін олар керемет нәтижелерге қол жеткізді.
қызметкерлер аз шаршайтын болды. Олардың көңіл күйі жақсарды, тіпті кейбіреуі салмақ тастады. Мінекей, қарапайым су қаһарман, жаңа айта кеткендей біздіңше супер қаһарман, супергерой дейміз ғой. Қандай бізге пайда келеді? Суды алмастыра алмайтын сусындар, достар. Кейбір адамдар суды шырындармен, газды сусындармен алмастырады. Бірақ бұл үлкен қателік, достар. Қайталай кетейін. Бұл үлкен қателік. Көшеде, әсіресе күн ыстық күндері, жазды күндері, адамдардың қолында суды емес, суды аз адамның қолында көресіз. Көбінесе газдалған көптеген бір неше түрлі бүгін әдемі, сырты керемет, бір дәмдеуіш шырындар көресіздер, сол емес пе? Мұндай сусындарда қант көп, достар. Ал ол ағзаға кері әсерін тигізеді екен. Таза су ең жақсы таңдау. Бүгін қаланың әр жерлерінде мүмкіншілік бар, аппараттар бар арнайы. Кейбір жерде 10 теңге, кейбір жерде 15 теңге, және кейбір жерде 20 теңге литріне. Сондағы жаңағы бөтелкеңізде су бітіп қалса, ғаламтордан тугиз деген мүмкіншілік бар ғой, тугизте. Сол тугизге енгізсеңіз, тірі су болмаса орысша жаңағы живая вода болмаса вода деп жазсаңыз, айналаңызда қандай аппарат бар екенін көрсетеді да, содан су өзіңізге құйып алуға мүмкіншілік бар да, ары қарай қарапайым таза суды ішуге мүмкіншілік бар, достар. Қорытындылай келсек, бүгін біз сіздерге судың денсаулыққа тигізетін керемет әсері туралы айтып бердік. Су қолжетімді, бірақ өте құнды сондай ресурс, достар. Егер сіз өз денсаулығыңызды жақсартқыңыз келсе, ең қарапайым, бірақ ең тиімді қадам су ішуді көбейту. Бүгіннен бастап өзіңізге бір сұрақ қойыңыз. Мен денемнің супер қаһарманы суды жеткілікті деңгейде ішіп жүрмін бе деп сұрақ қойыңызшы. Егер жоқ болса, бұл әдетті бүгіннен бастаңыз, достар. Судың көптеген пайдалары бар. Бұл біз жаңағы ішу жайлы айтып жатырмыз. Бірақ суды басқа тәсілдерде де қолдануға болады, денсаулыққа пайда келетін деп. Ол жайлы біз сіздермен келесі жолы айтатын боламыз. Біздің подкастты тыңдағандарыңыз үшін рахмет сізге. Лайк деген сөз бар ғой. Ол лайктың қазақшасы қандай екенін білесіздер ме? Лүпіл екен. Сондағы лүпіл мен лайкты басуды ұмытпаңыздар. Біздің подкастқа тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Біздің подкаст сіздерге ұнаса, достарыңыздармен, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар, достар. Бағдарламамыз аяғына келді. Денсаулықтарыңызды сақтаңыздар.